Баршаңызға сәлем. Бүгін орешки дайындаймыз. Жұмыртқамызды араластырып аламыз. Үстінен қант қосып, екеуін араластырамыз. Миксердің қажеті жоқ, шамалап араластырсаңыздар жетеді. Үстінен май құямыз, ерітіп. Араластырамыз. Ұнға разрыхителімізді араластырып алып, қоспамызға саламыз. Бірінші венчиктің көмегімен шамалап араластырып алып, кейін қолмен қамыр илейміз. Қазір описаниясына барлық заттарды қанша қосу керек бәрін қалдырам. Ұнды одан артық қосуға болмайды, себебі қатты болып қалады. Осындай жұмсақ қамыр болу керек. Тестамыз дайын болғаннан кейін салафанға салып, холодильникке шамалы қойып қоямыз 1 сағаттай. Кейін алып, мен 7 граммнан өлшеп дөңгелек жасап алам. Формамызды қыздырып, осылай салып пісіріп аламыз. Менде мынау Редмондтікі бір жақсы піскен кезде жасыл жанады. Сол кезде ашып ала қоям. Менде салмасына вареный сгущенка, қойытылған сүт. Осылай орталарына салып шығамын, бір-біріне сыңарларын тауып жабыстырамыз. Осымен орешкиларымыз дайын. Істеп көріңіздер. Видеоны лайк басып, қолдауларыңызды күтемін. Ас болсын.